бір-бірімізге сәттілік тілеймін. Рахмет. Көңіл күйлері бар. Жақсы. Олай болса бір-бірімізге жылы сыйлайық. Гүл жанында ұлықтары шашылар, келеді, өрімдей болып өрілер, бәріміз жүзге айналар, күй болып көріңдер, бәріміз жүзге айналар, күй болып көріңдер. Bir, екі, үш. Ендеше балалар, мен сіздерге жұмбақ жасырайын, сендер сол жұмбақтың жауабын тапсаңдар, бүгінгі ұйымдастырған іс-әрекеттің тақырыбын айтатын боламын. Келесіздер балалар? Қиындықта тастамайтын, жамандықтан аластайтын, ұстанған ізгілік, бұл қандай қасиет болады? Өте дұрыс, достық екен. Олар достық деген не білесіздер ғой, адамдардың бір-біріне сыйластығы, мысалға біз топта барлық бірге доспыз ба? Достар қалай ойнайды ойыншықтарда бір-біріне? Bir-birine oynuyoruz. Bir-бірімізді сыйлаймыз, бір-бірімізді ренжітпейміз, иә? Жарайсыздар балалар. Соны ұйымдастырған іс-әрекеттің тақырыбы біз балдаған достығымыз жарасқан. Қандай мемлекетте өмір сүріп жатырмыз? Қазақстан. Өте дұрыс. Ал біздің ұлтымыз қандай? Қазақ. Бізде балалар қазақ болған соң, біздердің өздеріміздің ана тіліміз қазақ тілі, өзіміздің салт-дәстүріміз бар, өзіміздің қазақ тілге тән ұлттық ойындарымыз бар, сосын өздеріміздің ұлттық киімдеріміз бар. Ал еске түсірейікші, қандай ұлттық ойындарымыз бар біздің? Қанталапай. Қанталапай. Тақия тастамақ. Тақия тастамақ. Теңеу. Асық ату. Оту ату. Жарайсыздар. Ал енді балалар, біздің осы Қазақстан мемлекетінде бізден де басқа көптеген ұлттар өмір сүреді. Балалар, тақтаға назар аударайық. Кімдер көріп тұрсыздар? Адамдар да, яғни бұлар әртүрлі ұлттар екен. Біздің Қазақстан мемлекетімізде көптеген ұлттар өмір сүреді. Барлығымыз бірге бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Олай болса балалар, 1 мамыр қандай мереке екен? Халықтар бірлігі күні. Өте дұрыс айтасыңдар. Бұл халықты ұлттар Қазақстан мемлекетінде қазақтың елін деп құрметтеп өмір сүріп жатыр екен. Біз де осы ұлттарға түсіністікпен қарап, сыйластықпен қарап, барлығымыз бірге тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Осы ұлттардың да өздеріне тән, өздерінің ұлттарына қарай, өздерінің ұлттық киімдері бар, өздерінің салт-дәстүрлері бар, өздерінің ұлттық ойындары бар екен балалар. Ал сендер қандай ұлттарды білесіңдер? Өте жақсы түрі. Ал балалар, менің қолымда не көріп тұрсыңдар? Кім естеп тұр? Жарық шашып тұр. Жарығын шашып тұр, рақат тұр. Ендеше балалар, осы біз Қазақстан мемлекетіміздегі барлық ұлттардың достығы мықты болса, олардың достығы осы күннің көзіндей арқырай түседі. Олай болса балалар, екі топқа бөлініп, бірінші топ күн шуағын қиямыз, екінші топ күн шуағын жапсыратын болады. Қане балалар, екі топқа бөлінейік.
Қазақ, Қытай, Өзбек. Олай болса, жауап тақпамызға келсек керек. Барлығымыз бірге айтайық. Орта менен ет жағы, төбе